Тұз дегеніміз не? Тұз адам ағзасына аз мөлшерде қажет маңызды минерал. Оның негізгі құрамы натрий мен хлордан тұратын натрий хлориді. Тұз тағамының дәмін келтіріп қана қоймай, ағзадағы көптеген өмірлік процестерге қатысады. Тұздың ағзаға пайдасы. Су тұз тепе-теңдігін сақтайды. Натрий ағзадағы сұйықтықтың қалыпты деңгейін ұстап тұруға көмектеседі. Жүйке жүйесінің жұмысына қажет жүйке импульстарының берілуіне және бұлшықеттердің дұрыс жиырылуына қатысады. Қан қысымын реттеуге қатысады. Тұз мөлшері қалыпты болған жағдайда қан айналымының дұрыс жүруіне көмектеседі. Ас қорытуға ықпал етеді. Хлор асқазан сөлінің құрамына кіріп, тағамның қорытылуына қатысады. Электролит тепе-теңдігін сақтайды. Әсіресе ыстық күндері немесе көп терлеген кезде жоғалған минералдардың орнын толтыруға көмектеседі. Тұздың тұрмыстағы пайдасы. Көкөністер мен жемістерді сақтауда қолданылады. Тағамның дәмін жақсартады, кейбір тағамдардың бұзылуын баяулатады. Ас үйдегі кейбір дақтарды тазалауға көмектеседі. Теңіз тұзы ванналары босаңсуға жағымды әсер беруі мүмкін. Тұздың тері күтіміндегі қолданылуы. Теңіз тұзы немесе әлсіз тұзды су. Теріні жұмсақ тазартуға, өлі жасушаларды кетіруге, аяқтың шаршауын жеңілдетуге, жылы тұзды ванна арқылы босаңсуға көмектеседі. Тұздың зияны. Тұзды шамадан тыс пайдалану қан қысымының жоғарылауына, жүрек қан тамырлары аурулар қаупінің артуына, бүйрекке қосымша жүктеме түсуіне, ағзада сұйықтықтың жиналуына, ісінуге әкелуі мүмкін.